Фильм Сони Хейздің бір қорқынышты түс көріп, апат жайлы оймен фургон ішінде оянуынан басталады. Ол дайындалып, түн ортасында Дайтона жарыс жолына барады. Ол Дайтонадағы 24 сағат жарысына қатысады. Сони таблоға қарап, өз командасының 7-ші орында екенін көреді. Көп ұзамай, оның командаласы пит-стопқа келеді. Және Сони көлікке отырып жарысты жалғастырады. Ол жылдам жүріп, бірнеше көлікті басып озады. Біраздан соң, ол бірінші орында келе жатқан Бемф көлігінің артынан жетеді. Сони қарсыласына қысым көрсетеді. Нәтижесінде, Бемф жүргізушісі қателесіп, жолдан шығып кетеді. Бұл Сониге бірінші орынды алуға мүмкіндік береді. Ол түні бойы көлік жүргізіп, командасына жеңіске жетуге көмектеседі. Барлығы қуанады, бірақ Сони тыныш қана заттарын жинайды. Команда басшысы жүлде туралы сөйлесуге келгенде, Сони жүлдені алмай, тек ақшасын алып кетеді. Шығып бара жатқанда, басшысы оны қайта жарысуға үгіттейді. Бірақ Сони бас тартып кетіп қалады. Бірнеше минуттан кейін оның бұрынғы досы Рубен келеді. Ол кезінде Сонимен Формула 1-де бірге жарысқан. Рубен Сониге Афикс атты Формула 1 командасын құрғаннан кейін 350 миллион жоғалтқанын айтады. Команда соңғы 2 жылда бірде бір ұпай алмаған, ал бір жүргізуші кеткен. Рубен Сонидің командаға қосылып жарысуын сұрайды. Жасы ұлғайса да, Рубен оның тәжірибесі көмектеседі деп сенеді. Жаңа жаңартулар келе жатыр, және егер олар бір жарыста жеңсе, бәрі өзгеруі мүмкін. Кетер алдында Рубен Сониге Лондонға бірінші класты билет береді. Бұл оның Формула 1-ге оралу мүмкіндігі екенін айтады. Егер жеңсе, әлі де әлемдегі ең мықты екенін дәлелдей алады. Кейінірек Сони бір даяшы қызбен сөйлесіп, ұсыныс жайлы айтады. Қыз бұл тек ақша емес, жүрек қалауы екенін еске салады. Біраз ойланған соң, Сони баруға шешім қабылдайды. Осы уақытта Британия Гран-приінің сынақ күнінде жас жүргізуші Джошуа көлікті сынап жүр. Ол алғашқы 2 бөлікте ең жылдам уақыт көрсетеді, бірақ жалпы нәтиже көңіл көншітпейді. Гаражға келгенде Джошуа көліктің жағдайына көңілі толмай, техникалық директор Кейтке шағымданады. Кейт мәселені бірден шешу оңай еместігін айтып, оны сабырға шақырады. Сол сәтте Джошуаның менеджері келеді. Ол команданың басшылығы жақында ауысатынын айтып, Джошуа жаңа адамдарға жақсы әсер қалдыруы керектігін ескертеді. Біраздан соң Рубен келеді, және команда басшысы Каспер күтпеген адамды көреді. Сонид. Рубен барлығына Сонидің жаңа жүргізуші екенін хабарлайды. Кейбір командалық мүшелер бұл шешімге күмәнмен қарайды. Сони өзін бірінші таңдау болмағанын түсінеді. Рубен бұған дейін 8 жүргізушіні байқап көрген. Сони көлікке қарап, өзіне Джошуамен бірдей баптауды жасауды сұрайды. Ол егер Джошуаның уақытынан 1 секундтан көп артта қалсам, кетемін дейді. Көлік жайлы аздап ақпарат алған соң, Сони трассаға шығады. Ол Джошуадан небәрі жарты секундқа артта қалады. Бірақ кейін көлікке ие бола алмай, апатқа ұшырайды. Апаттан кейін көлікке қатысты бірнеше ұсынысын айтып кетіп қалады. Келесі күні Джошуа анасымен кездесуге барады. Менеджері одан көп пер жұмысына қатысуды сұрайды. Бірақ Джошуа қызықпайды. Анасымен сөйлесіп, ол ұлын алға ұмтылуға шақырады. Ал осы кезде Сони Кейтті жұмысқа велосипедпен кетіп бара жатқанын көреді. Кейін команданың зауытында ол Кейттен неге велосипедпен жүретінін сұрайды. Кейт оның жұмысы ауа мен желді сезінумен байланысты екенін, ал велосипед соны түсінуге көмектесетінін түсіндіреді. Рубен Сониді зауыттағы адамдармен таныстырады, бірақ бәрі оны жылы қабылдамайды. Содан соң баспасөз мәслихатында бір журналист Сониді арандатуға тырысады, бірақ ол сабырмен жауап беріп, жай ғана кетіп қалады. Түнде Сони жарыс жолының схемасын қарап шығып, ерте келеді. Джошуа келгенде, Сониді команда мүшелерінен бұрын келгенін көріп таң қалады. Біраздан соң, Рубен Сониді команданың инвесторы Питер Беннингпен таныстырады. Кейін, Сони жарысқа дайындала бастайды. Жүргізушілер іріктеу тәртібі бойынша сапқа тұрады. Жаңа басталғанда, Сони бірнеше секунд беріліс таба алмай қиналады, бірақ кейін бәрі қалыпқа келеді. Жарыс басталғанда ол жұмсақ шиналармен шығады, ал басқалары орташа шиналармен. Сол себепті ол бірнеше көлікті тез басып озады. Бірақ бірнеше минуттан кейін шиналарының ілінісі нашарлайды. Ол пит-стопқа кіргісі келетінін айтады. Бірақ Афикстің 2 көлігі бір уақытта кіргендіктен, пит-стоп өте баяу өтеді. Питтен кейін Сони трассада Джошуаның жанына түседі. Джошуа оны озбақ болады, бірақ Сони жол бермейді. Джошуа командадан Сониге жол беруін сұрайды, бірақ Сони бұл бұйрықты елемейді. Олар бір-бірімен орын үшін күресіп, ақырында бір-біріне соқтығысып қалады. Гаражға оралғанда, Джошуа баяу өткен пит-стоп үшін ашуланады. Сони келгенде, Джошуа жанжал бастамақ болады. Ол Сонидің артынан сыртқа шығып, оған қарсы сөз айтады. Сони оған ешкімнің бұл командаға шын мәнінде көңіл бөлмейтінін айтып, егер Джошуа оны басып озғысы келсе,
онда оны өзі жеңіп алуы керек екенін жеткізеді. Осыдан кейін Сонни кетіп қалады. Сол түні Рубен Сонниге келіп, одан Джошуаға әдейі соғылдың ба деп сұрайды. Сонни жоқ деп жауап береді. Ол көліктің тым баяу екенін және бәсекеге қабілетсіз екенін айтады. Кейін Сонни зауытқа барып, Кейттің жаңа алдыңғы қанаттың дизайнымен жұмыс істеп жатқанын көреді. Ол Кейтті сыртқа шай ішуге алып шығып, адамдардың өзі туралы не ойлайтынын сұрайды. Кейт көпшіліктің оны ерке жүргізуші деп ойлайтынын айтады. Сонни шын мәніндегі мәселе көлікте екенін түсіндіреді. Көлік түзу жол бөліктерінде басқа көліктерге қарағанда әлдеқайда баяу. Сонни командаға ауа ағында жақсы жүретін және жақын қашықтықтағы бәсекеге төтеп бере алатын көлік жасау керек екенін айтады. Бірақ Кейт Сонни бір жарысты толық аяқтағаннан кейін ғана жұмыс істеуге уәде береді. Келесі бірнеше күнде Сонни мен Джошуа екеуі де қатты жаттығып, келесі жарысқа дайындалады. Бір күні Джошуа Сонни туралы деректі фильм көріп, оның мансабын шын мәнінде не аяқтағанын біледі. 1990 жылғы Испания Гран-приінде Сонни ауыр апатқа ұшыраған. Содан кейін толықтай қалпына келмеген. Келесі жарыс Венгрия Гран-приі. Бүкіл команда жарыс стратегиясын талқылауға жиналады. Бар болғаны 2 жоспар бар, жоспары. 1 пит-стоп жоспары, 2 пит-стоп. Бірақ Сонни тек жоспарға сүйенбей, өз сәттіліктерін жасау керек дейді. Жарыс басталады, және Сонни ерте қақтығыста көлігінің дөңгелегін жарып алады. Команда оған қатты шиналар бермек болады, бірақ ол жұмсақтарын сұрайды. Команда тыңдамай қойған соң, Сонни питтен шықпай қояды. Ақырында олар келісіп, жұмсақ шиналар қояды. Сонни оларға жақында тағы да питке келуге дайын болыңдар дейді. Бірақ команда оның не айтқысы келгенін түсінбейді. Кейінірек жарыс кезінде Сонни көлігінің алдыңғы қанатын зақымдап, қауіпсіздік көлігінің шығуына себеп болады. Бұл Джошуаның бірнеше орында алға жылжуына көмектеседі. Кейін тағы бір рет Сонни қауіпсіздік көлігін тудырып, Джошуаның ұпай алуына көмектеседі. Жарыстан кейін Джошуа оған алғыс айтпақ болады. Бірақ Сонни бұл тек бір ұпай ғана деп жауап беріп кетіп қалады. Келесі күндері Сонни симуляторда сағаттап жұмыс істеп, көлік үшін ең жақсы баптауды табады. Кейт оған жаңа жаңартулар Нидерланды Гран-приіне дейін дайын болатынын хабарлайды. Ал Италия Гран-приі демалысында Сонни Джошуаға барлығы оған қарап тұрғанын айтады. Ол Джошуаға жеңіс үшін бар күшін салуын, ал өзі қарсыластарды ұстап тұратынын айтады. Жарыс кезінде Сонни тағы бір рет дөңгелегін жарып алып, көшбасшылардан бір айналым артта қалады. Жылдам питтен кейін ол трассаға Макс Ферстаппеннің алдына шығады. Ол бірнеше бұрылыста Максты баяулатуға тырысады. Бұл Джошуаға уақыт ұтуға мүмкіндік береді. 46-шы айналымда жаңбыр жауа бастайды. Көптеген жүргізушілер питке кірсе де, Макс пен Джошуа құрғақ шиналармен қала береді. Сонни аралық шиналарға ауысып, алдыңғылар жақындағанша пит аймағында күтіп тұрады. Макс Ферстаппен өтіп бара жатқанда, Сонни тез алға шығып, оны тағы бірнеше бұрылыста бөгейді. Бұл Джошуаға жетіп алуына мүмкіндік береді. Сонни Джошуа енді Макстың дәл артында екенін көріп, командаға басты түзуге дейін озып кетпеуін айтуды сұрайды. Команда хабар жібереді, бірақ Джошуа тыңдамай, соңғы бұрылыстың алдында озбақ болады. Ол көлікке ие бола алмай, қатты апатқа ұшырап, көлігі өртеніп кетеді. Мұны көрген Сонни көлігінен секіріп түсіп, Джошуаны құтқаруға жүгіреді. Ауруханада Джошуаның анасы оның аман екенін, тек жеңіл жарақат алғанын айтады. Бірақ кейін Сонниді шақырып алып, апатқа оны кінәлап кетіп қалады. Кейінгі баспасөз конференциясында Рубен журналистерге Джошуаның жазылып келе жатқанын, және ол оралғанша командада резервтегі жүргізуші жарысатынын айтады. Нидерланды Гран-приінде команда Сонни сұратқан жаңартуларды көлікке орнатады. Сол жаңартулардың арқасында Сонни бірнеше келесі жарыста ұпай жинайды. Мұны көрген Джошуа өзін шеттетілгендей сезінеді. Ол келесі жарыста бар күшін салуға бел буады. Бельгия Гран-приінде Джошуа қайта оралып, өте агрессивті жарысады. Жарыс кезінде ол Сонниге соғылып, оның апатқа ұшырап, жарысты тоқтатуына себеп болады. Джошуа өзі ұпай алады. Жарыстан кейін Сонни оған кекпен жарысу команданың болашағына зиян келтіретінін, және оның мансабын құртуы мүмкін екенін ескертеді. Осыдан кейін ол кетіп қалады. Жағдайдың шиеленіскенін байқаған Кейт 2 жүргізушіні барға апарып, оларды карта ойнауға мәжбүрлейді. Ойынның жеңімпазы келесі жарыста команданы бастап шығады. Олар ойнайды, және Джошуа жеңіп тұрғанын ойлап, бәріне бәс тігіп, ол ин жасайды. Ол өзін жеңімпаз сезініп, қуанып кетіп қалады. Бірақ Соннидің карталарын қарап шыққаннан кейін,
Кит оның Джошуаға әдейі жеңіс бергенін түсінеді. Біраз уақыттан кейін Сони мен Кит романтикалық сәтті бөлісіп, сүйіседі. Дәл осы кезде Рубен келіп, жаман жаңалық айтады. Халықаралық автомобиль федерациясы олардың жаңа көлік бөлшектеріне тергеу бастағанын хабарлайды. Команда барлық жаңартуларды алып тастап, бұрынғы баптауға қайта оралуы керек болады. Келесі гран-при кезінде Сони өзінің сәттілік картасын таба алмай қалады. Бұл карта оған сабыр сақтауға көмектесетін еді. Ол ашуланып, тым қатты жарысады және апатқа ұшырайды. Оны ауруханаға алып кетеді. Сол жерде Рубен Сонидің омыртқасына ауыр зақым келгенін, бірнеше сүйегі сынғанын және 1993 жылғы апаттан бері паралич қаупі бар екенін біледі. Ашуланған әрі эмоцияға берілген Рубен Сониге енді жарысуға рұқсат бермейтінін айтады. Бірнеше күннен кейін Питер Сонимен кездесіп, команданы басқаруға дайындалып жатқанын айтады. Жақында команда көрсеткен жақсы нәтижелерден кейін жаңа инвесторлар келіп жатыр екен. Питер Сониге стратегия бөлімінің жетекшісі болуды ұсынады. Сони Рубен туралы сұрағанда, Питер оның кететінін хабарлайды. Сосын ол Сониге визиткасын беріп, кетіп қалады. Финалдық жарыс күні Сони келіп, команданы қорғау үшін заңды құжат әкеледі. Ол Киттен автомобиль федерациясының тергеуі туралы сұрағанда, Кит олардың көлік жаңартуларына қарсы іс тоқтатылғанын айтады. Сөйтіп, команда жаңартуларды қайта орнатады. Кейін Сони Рубенді жүргізуші ретінде жарысуға көндіреді және Рубен келіседі. Бұл уақытта Сони Питердің ұсынысынан бас тартып, өзі жарысуға дайындалады. Жарыс басталады. Ақылды стратегияның арқасында Джошуа бірінші орында келе жатады, ал Сони төртінші орында. Бірақ кейін Сони көлігін айналдырып жібереді. Бұл қызыл жалау болуына себеп болады және жарыс уақытша тоқтатылады. Осы жағдай олардың көлікті жөндеп, дөңгелектерді ауыстыруына мүмкіндік береді. Афикс жарысқа арттан шыққандықтан, енді оларда Шина жағынан басымдық болады. Жарыс қайта басталғанда, Сони Джошуаға көшбасшы Льюис Хэмилтонды қуып жетуге көмектеседі. Джошуа мен Хэмилтон қатты бәсекелесіп, екеуі де апатқа ұшырайды. Бұл жағдай Сониді жарыс көшіне шығарады. Ол сабыр сақтап, Афикс үшін жарысты жеңіп шығады. Бүкіл команда бұл керемет жеңісті тойлайды. Ақырында Сони трассадан күлімсіреп кетіп бара жатады. Оқиға Сонидің жаңа шытырман оқиғасына аттануымен аяқталады. Көргендеріңізге рахмет. Егер бұл шығарылым ұнаса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Ең жақсы әсер алу үшін фильмді толық қарап шығуға кеңес береміз.